Сәлем достар, ағылшын тілін оңай және тез үйрену каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ағылшын тілінде get деген етістікпен жасалатын 10 фразалық сөз тіркесін назарларыңызға ұсынайық деп отырмыз. Жалпы тіл үйренушілер ойлайды, бұл фразалық сөз тіркестерін қолдану, оны айту өте қиын деп. Негізі оны сіздер жақсылап жаттап, оны машықтанып алсаңыздар, кез келген ұлт өкілдерімен сөйлескен кезде ағылшын тілінде осы сөз тіркестері арқылы сіздер оңай және тез сөз саптауға болады. Және сіздердің тіл білу деңгейлеріңіздің жоғары екендігін көрсете аласыздар. Сондықтан да get деген жалпы етістікпен сөз тіркестері өте көп, ал бүгінгі сабақта біз ең жиі және тез қолданылатын сөз тіркестерін дайындадық. Ендеше кеттік. Бірінші сөз тіркесіміз бұл get up. Get up. Яғни таңертең тұру, төсектен тұру, ояну деген мағынаны білдіреді. Ал енді ағылшын тілінің өкілдері тез сөйлеген кезде жалпы осы ортасындағы т әрпі түсіп қалады. Get up. Get up. Олар сөйлеген кезде тиді түсіп қалған сияқты болады. Get up. Мысалы, I usually get up at 7 o'clock. I usually get up at 7 o'clock. Әдетте мен сағат 7-де оянамын. Немесе әдетте мен сағат 7-де тұрамын. Get up. Келесі get in. Get in бұл ішке кіру. Яғни көліктің ішіне кіру, немесе үйдің ішіне кіру, бөлменің ішіне кіру. Яғни екі мағынасы бар. Мүмкін үйдің ішіне кіреді, мүмкін көліктің ішіне отыру. Мысалы, Alison get in her car. Alison get in her car. Alison көлігінің ішіне отырды. The door was locked and we couldn't get in. The door was locked and we couldn't get in. Есік жабық болғандықтан біз ішке кіре алмадық. Яғни бұнда да тез сөйлеген кезде ти түсіп қалған сияқты болады. Get in. Get in. Alison get in her car. The door was locked and we couldn't get in. Келесі сөз тіркесіміз get back. Get back деп отырғанымыз бірінші мағынасы қайтып оралу, кеткен жерге, немесе екінші мағынасы қайтарып беру, қайтарып алу. Мысалы, I have to get back home. I have to get back home. Маған үйге қайтып оралу керек. Маған үйге қайту керек. You can't get back the wasted time. You can't get back the wasted time. Сен өтіп кеткен уақыт қайтара алмайсың. How can I get my books back? How can I get my books back? Мен кітаптарымды қалай қайтарып ала аламын? Get back. Get back. Келесі сөз тіркесіміз get at. Get at сөз тіркесінің де екі мағынасы бар екен. Бірінші мағынасы бұл бір нәрсені алу, жоғары жақтан бір нәрсені қолды созып алу, бір нәрсеге жету. Екінші мағынасы бұл түсіну. Яғни қиын нәрсені, қандай да бір мәселені түсіну. Мысалы, it's on the top shelf and she can't get at it. Ол жоғарғы сөреде, сондықтан оны қолы жетпейді. Ол оны ала алмайды. Немесе мен ала алмаймын деп айтатын болсақ, I can't get at it. I can't get at it. Мен қолым жетпейді, мен ала алмаймын. I can't get at it. Ал енді екінші мағынасы бұл түсіну дедік. It's too difficult. I can't get at the meaning. It's too difficult. I can't get at the meaning. Бұл өте қиын. Сондықтан мен оны түсіне алмаймын. Келесі get ahead. Get ahead. Бұл дегеніміз жетістікке жету, алға шығу, озу, біреуден озып кету. Мысалы, some people will do anything to get ahead. Some people will do anything to get ahead. Кейбір адамдар жетістікке жету үшін ештеңе де жасамайды. Get ahead. Get ahead. Келесі сөз тіркесіміз get away. Get away. Ти түсіп қалған уақытта get away. Get away. Яғни бұл get away деген сөз тіркесіміздің мағынасы кету, қашып кету, қашу бір жаққа. He can't get away. He can't get away. Ол қашып құтыла алмайды. Ол қаша алмайды. He tried to get away and they shot him. He tried to get away and they shot him. Ол қашуға тырысты, бірақ оны атып тастады. Келесі сөз тіркесіміз get along.
get along, get along, get along. Яғни ти түсіп қалған кезде get along деп айтылған сияқты. Бұл жақсы қарым-қатынаста болу деген мағынаны білдіреді. Get along. Мысалы, it seems they get along with. It seems they get along with. Олар жақсы қарым-қатынаста сияқты. Get along. I don't really get along with my sister. I don't really get along with my sister. Мен шындығында әпкеммен жақсы қарым-қатынаста емеспін. Get along. Get along. Ти түсіп қалған кезде get along. Келесі сөз тіркеніміз get across. Get across. Get across-тың мағынасы бұл өту, кесіп өту. Өзенді кесіп өту мүмкін, көшені кесіп өту. How will she get across the river? How will we get across the river? Біз өзенді қалай кешіп өтеміз? She can get across the street. She can get across the street. Ол көшені кесіп өте алады. Get across. Ти түсіп қалған кезде get across. Келесі сөз тіркесіміз get to. Яғни бір жерден екінші айтылған жерге бару, жету. Мысалы, we can get to school by bus. We can get to school by bus. Біз мектепке автобуспен бара аламыз. How can we get to that place? Біз ол жерге қалай барамыз? Get to. Бару, жету. Келесі сөз тіркесіміз get through. Get through. Get through-дың екі мағынасы бар. Бірінші мағынасы бұл өту. Қандай да бір, әйтеуір бір есіктен болсын, терезеден болсын, тесіктен болсын, кез келген жерден өтіп кету, бір тесіктен әйтеуір өтіп кету, бір нәрсенің ортасынан өтіп кету. Екіншісі қиындықтан өту. Мысалы, she got through the window. She got through the window. Ол терезеден өтіп кетті. Ал есіктен өтіп кетті десек, she got through the door. She got through the door. Яғни туннельдің ортасынан өтіп кету, бір нәрсенің ортасынан өту, бұл get through. Екінші мағынасы students get through the exam every year. Students get through the exam every year. Студенттер жыл сайын экзаменнен өтеді. Яғни қиындықтан өтеді. Get through the exam. Енді осы бүгінгі 10 сөз тіркесімізді бір қайталап өтейік. Get up, ояну, тұру. Get away, қашып кету, құтылу. Get ahead, жетістікке жету. Get at, бір нәрсені жоғары жақтан алу. Екінші мағынасы түсіну. Get back, қайта оралу, бір заттарын қайтарып алу. Get in, бір бөлменің ішіне кіру, үйге кіру, немесе көліктің ішіне отыру. Екінші мағынасы get to, жету. Get across, көшеден өту. Get through, қиындықтан өту. Есіктен өту, терезеден өту. Get along, жақсы қарым-қатынаста болу екен. Сонымен бүгінгі сабаққа мен сіздерге бір 2-3 сөйлем дайындап қойдым. Осы сөйлемдердің түсіп қалған жаңағы фразалық сөз тіркестердің түсіп қалған сөздерін қойып, астында видеоның астында жауаптарын жазып қоям, өздеріңізді тексеріп, қайта-қайта көріңіздер. Осымен сіздермен қоштасамын. Сәттілік тілеймін. Қош сау болыңыздар.